Ағзаны қалай шлактан тазалайды білесіз бе? Шлактың, улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерттер себеп болады. Сіз ауырған жағдайда түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак болса сол қалпында қалып қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады, бірақ та ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, біздің арнаны 75% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ағзамыз қай кезде тазалауды қажет етеді? Үнемі әлсіздік, шаршау, бас ауруы, артық салмақ, немесе қатты арықтау, бұлшық еттер мен буындардың қабынып ауруы, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, тіліңіздегі ашық түсті немесе сары тақтар, терідегі қышыма, аллергиялық әсерлер, іштің желденуі, ішектегі өзгерістер және қатты терлеу және жағымсыз иіс шығуы, мезгілдік ауруға бейімділік, ұйқысыздық пен мазасыздану ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Ағзаны тазартудың тәсілдері әртүрлі. Аш жүру және шырын диетасын ұстану секілді емдік шөптің қайнатпасы мен асқазан ішекті шаю, клизма, тағысын тағы бар. Ағзаны тазартудың пайдасы қандай? Медицинада бұл жайлы не айтылады? Біз осы сұрақтардың жауабын іздеп көрген едік. Қызықты да, пайдалы әрі тосын, әр адам білуге тиіс ақпараттар таптық. Оны өз оқырмандарым да біліп жүргені жөн деп ойлаймыз. Деректерге сенетін болсақ, адам 20 жастың өзінде күнделікті ас арқылы ағзасына 4 килодан артық түрлі қалдықтар жинап үлгереді екен. Енді 70 жыл бойы ағзасын тазартпаған адамның қаншама қоқыс арқылап жүретінін ойлай беріңіз. Әрі жыл өткен сайын жиналған қалдықтардың ағзаны улайтынын ескерсек, аурудың қайдан келетіні түсінікті болады. Ал бұл қалдықтардың қайда жиналып тұратынын білгіңіз келе ме? Адамның басында қалдықтар шырышты сұйықтық түрінде жиналады екен, ал тоқ ішек қабырғаларында қоңырғай түсті қатқыл тас, бүйректе құм болып түзіледі. Бауыр, қара далақ, қан лимфа бездері, тамыр қабырғаларында қақтан кейінде қалмайды. Соңғы аталған ағза мүшелеріндегі қоқыстар жағымсыз иіс бөліп шығарады. Қалдықтар тым көп болған сайын ағза мүшелерінде жұмыстар қиындай береді. Осы қалыпсыздық салдарынан адамда түрлі аурулар пайда болады. Сондықтан белгісіне қарай қалдықтың қай тұсыңызда көбірек екенін анықтап, оны жүйелі түрде тазартып тұрғанның пайдасы өте зор. Енді осы жағына тоқталайық. Ішекті тазалау. Мамандар ағзаны қалдықтардан құтқару үшін алдымен ішекті тазарту керек екенін айтады. Өйткені ішек жолы адам ағзасындағы тазартудың басты жолы болып саналады. Медицина тарихында ішек пен қарыннан 4,5 кило қалдық шыққан кездер болған. Ішек қабырғалары қақтан тазарған соң адам тұтынған астағы витаминдер мен минералды молынан сіңіре бастайды. Ас қорыту жүйесі жақсарады. Содан иммунитеттің көтерілуі, сергектік, бойдағы жеңілдік, қимыл қозғалыстың жеңілдігін екінші күн-ақ сезіне бастайсыз. Адам реңі тазарып, тері түсінің тазаруы, кейбір жақтардың майда әжімдердің жойылғаны байқалады. Шаш пен тырнақ, тіпті тіске де оның пайдасы көп. Ауыздағы жағымсыз иіс жойылатын болады. Бауырды тазалау. Ендігі кезек бауырда. Бауырды тазалау қанды тазалаумен тең. Бұл әдіс майда, қан тамыр қабырғаларында қақтан арылтады. Яғни холестерин түйіндері жойылып, қанның айналымы ретке келеді. Қаныңыз тазарып, қан айналымы ретке келген соң, жартылай жұмыс істеп жатқан клеткаларға жан бітіреді деген сөз. Алғашқы сәтте-ақ терідегі түрлі қоңырқай дақтар, кейбір безеулер мен бөртпелер жойылады.
өзіңізді жеңіл, жайлы сезінесіз. Күш-қуатыңыздың артуы, белсенді болу, көңіл күйдің көтерілуі өмірге жаңадан туылғандай ерекше әсер береді. Бүйректі тазалау. Ендігі кезек бүйрек тазалығында. Оны тазарту ағзадағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Артық тұздың зәрмен шығып кетуі де бүйрек жұмысына байланысты болады. Ал бүйректің қоқысқа толы, ағзада су іркіліп, көз айналасы, аяқ-қол, буындардағы ісік белгісімен білінеді екен. Қан қысымы да бүйректің қызметіне байланысты. Үздіксіз шаршау, еңсеңізді көтере алмай, өзіңізді ауыр жайсыз сезіну осының белгісі. Осы қалыпсыздықтан құтылсаңыз, қысым қалпына келіп, бас ауруы тоқтайды, ұйқыңыз жақсарады, сергектік сезілетін болады. Буындарды тазалау. Буынға негізінен тұз жиналатыны мәлім, содан кейін оның сықырлауы, қақсауы, буынның иіліп бүгілуі барған сайын қиындап бастайды. Белім кілтете қалды. Әдеті, яғни радикулитте буындарды тазартқан соң келмеске кетеді. Барлық ағзаңызда жақсы бір жеңілдік, жайлылық сезім пайда болады. Қан тамырларын тазалау. Бұл ағзаны тұтастай жаңартумен жасартудың төте жолы. Қан тамырлары қабырғаларында холестерин түйін ретінде жинақталады. Содан тамырлар тарылып, айналым реті бұзылады. Ол қан қысымы, жүрек қалыпсыздығы, бүйректің созылмалы сырқаты, созылмалы шаршауға себеп, өзге де ағза мүшелерінің қызметін бұзады екен. Ал тазартқаннан кейін қанның айналымы ретке келіп, әрбір клетка жұмысы жақсарады. Осыдан кейін ағза жұмысы жанданып, көптеген жайсыздықтар, кейбір ауру түрлері мүлдем жойылады. Ол әсіресе жүрекке пайдалы. Шаш, тырнақ, тіс сүйектер бекей түседі. Өйткені олар клетка жаңаруымен қан арқылы жеткен барлық витаминді жақсы сіңіретін болады. Ағзаны тазалауға қалай дайындаймыз? Шлак пен улы зат түрлері ағзаңызға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек және қан тамырларындағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Шекті тазалау үшін бір стакан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған бір шай қасық зығыр дәнін салып отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзіп аласыз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар кезде ішесіз. Зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеттері бар. Ол үшін зығыр ұнымен суды араластырып, содан кейін бетін жауып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Бауырды тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттардан тазарту үшін ала тікен қажет. Ол үшін бір шай қасық шөпті бір стакан суға араластырып отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп алып қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді бір ас қасықтан қабылдау керек. Бүйректі тазалау. Бұл ағзадағы шлакты шығару үшін сальпи, лаванда, шалфей, жалбыз, яғни мията және күлшетен, розмарин шөптердің майы қажет болады. Оның бірнеше тамшысын бір стакан таза сумен араластырып ішесіз. Дәмі ұнамаса, бір шай қасық бал қосып араластырып ішсеңіз болады. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай шөбінің көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты бір стакан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Тура 45 минут өткен соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын қабылдау керек. Қанды толықтай тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Видеоны жақындарыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.